Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай қытырлап тұратын қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Қамыры осы видеоның алдындағы видеодан көрсеңіздер болады. Қамырларымызды бөліп аламыз граммдарға. Мен 38 граммнан бөлдім. Қамырымыздың қатпарлығын қараңыздаршы, өте керемет болып шыққан. Енді осы қамырды столымыздың үстіне қойып, осылай басамыз. Кішкене үлкейтіп алғаннан кейін оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Ортасынан төмен қылып қамырды айналдыра жаямыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта осылай жаямыз. Ортасын бір өткізіп шығамыз оқтаумен. Енді осыған салмамызды саламыз. Менде салма ет және пиязды турап салдым. Етті ет тартқыштан өткізіп алдым. Қара бұрыш салдым дәміне қарай және тұз салдым. Басқа еш нәрсе салмадым. Өру тәсілін көрсетейін сіздерге. Жаңа салмамыз салғаннан кейін осылай жақсылап бекітеміз. Қатты жаңағы екі жағын бекітіп шығыңыздар, ашылып кетпес үшін. Енді өруді бастаймын. Барлық самсаны түйіп болғаннан кейін бір жұмыртқаны жарып, ыдысымызға жақсылап араластырып, жаңағы түйіліп дайын тұрған самсамыздың үстін бәріне жағып шығамыз. Қара күнжіт, ақ күнжіттен сеуіп шықсаңыздар болады. Мінекей барлығын түйіп шықтым. Мен қамырдың жартысын ғана қолдандым. Жарты қамырды осылай түйіп дайындап, ішіне салмасын салып, мұздатқышқа салып қоямын. Осы қатыру жөнінде осы видеоның соңында толық нұсқасын айтып өтетін боламын. Егер сіздер самсамен айналысатын болсаңыздар, осы қамырды жасап, 30 грамм қамыр, 30 грамм ішіне салмасын жасасаңыздар болады. Қамырын сопақтау қылып жайыңыздар, сол кезде түйген кезде әдемі көрінетін болады. 180 градуста 30 минут немесе 40 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей осындай болып шықты. Видеоның жаңа алдында көргендеріңізге қытырлап, шытырлап дайын болып пісті. Енді қалған қамырды осылай түйіп, бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжіттерімізді сеуіп, мен тоңазытқышқа қатыруға жібердім. Бұларды алып, мен пакетіме салып қоям. 3 айға шейін жаңағы морозильникте, яғни тоңазытқышта тұра береді. Менде қонақ келген кезде жаңағы пешіме салып 40 минуттай пісіріп аламын. Қазір осы қатырылған самсамды пісірген көрсетемін. Міне осылар. Қазір пісірейін деп жатырмын. Піскен самсамыз осылай шықты. Ешқандай жаңағы бұзылмайды. Қатпарлығы көрінбей қалмайды. Бәрі әдемі болып піседі. Қытырлап тұр. Ас болсын. Сіздермен болған мен Майра. Келесі видеода кездескенше, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.